Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін Астана қаласындамыз. Түнделетіп сағат 22:20 киноға шықтық ақыры ауру фильміне. Қазір сол ауру фильміне шағын бір влог түсіреміз. Қазір менімен жездем бар, арт жақта сестрам бар. Қазір түрлерін жарықта көретін боламыз. Фильмді примерно тизернан, трейлернан не туралы екенін болжап көріп жатырмыз, бірақ та толықтай көрмегеннен кейін оған баға айту қиын. Сондықтан қазір фильмді түсіріп болғаннан кейін мүмкін қысқаша сол туралы бір талқылау ма, сол туралы ой ма болатын шығар. Әзірше бара жатырмыз. Сонымен біз Абылайхан даңғылымен өрлей Аружан сауда орталығына бара жатырмыз. Сол жерде Аружан синема деген жерден тамашалайтын боламыз. Бұл түнгі Астанаға әлі үйрене салған жоқ, көшелердің атын білмеймін. Бұл жездем. Неге сөйтіп жүріп жатырмыз? Міне бұл кісі, как обычно, матч көріп отыр. Испания мен Германия арасындағы ойын екен. Финал дейді. Қазір Испания деймін. Енді басталып жатыр ма не? Сағат 22:27 ауру фильміне шықтық. Әзірше Испанияның гимнін тыңдап тұрсаңыздар болады. Кімге жанкүйерсіз бүгінгі ойында? Испания. Испанияға жанкүйерсіз ба? Бала кезінде Испанияға. Сіз Португалияда жанкүйер емессіз. Сіз Португалияның футболкасы бар еді осы. Маған берді. Жай ұтып алдым да, сосын саған сыйладым ғой. Сол. Әйтпесе Португалия фанаты. Алдындағы сары футболка Испания. Футболка Испания. Түсінікті болды бағалыға. Испанияның жанкүйері екен. Абылайхан көшесімен көлік қозғалысы ондай бір қатты көп емес. Әдемі. Бұл жаңа жылдық безендірулер ма жоқ? Күнделікті Астана қаласының түнгі безендірулі ма? Тәуелсіздікті безендірулі. Тәуелсіздік күніне орай ма? Жоқ, Астанада қазір анау бір акция өтіп жатыр екен. Бір уақытқа дейін бүкіл зданияларды сары светпен жарықтандыра ма, сондай бір нәрсесі бар деп оқығам бағана. Сондай әңгімесі бар. Зорлық-зомбылық. Бәйтеректі, Ханша, бүкіл қандай не бар, ғимарат бар, барлығын сары түске, сары бояуға бояды краскаға. Сол қысқаша осылай. Қазір жетіп алғаннан кейін тағы да айтатын боламыз өз ойымызда. Сонымен біз Аружан синемаға да келіп қалдық. Қасымда менің әпкем. Жаңа видеоға дайынмын деген, бірақ та мына жерді пикать етсеңіз, ана қыздардың боқтаған, бірақ та дайын емес сияқты. Менің арнама сәлем жолдасаңыз. Оңай емес бұл, сендерге кім айтты влог түсіру оңай деп. Так, біз Аружан синемаға келдік. Қазір фильмге кіретін боламыз. Ең алдымен бірдемелер алып алатын шығармыз. Ішіп жейтін деген сияқты. Бірақ та жаңа толтырып су құйып алғанбыз, проблема жоқ ол жағына. Айтасыз ма? Ютубтыға салайын, Муся қырықпаймын ештеңе. Сұрау. Мынау біздің жездеміз. Ішіне кіріп, құқтан сәкел салу керек. 360 шақырса. Осылай. Так, бұл Аружан сауда орталығы. Бізге ең жақын сауда орталығы болғандықтан осында келдік. Ашық па, жабық па? Уверенно тарттыңыз ғой? Ойбай, мынау естедім. Мына қай жағынан кіреді? Үшінші қабатқа шықтық. Сауда орталығы жабылайын деп жатыр. Түсіріп отырмын, айтайын. Так, түнге сеансқа келген өте бір түрлі екен. Негізінде осындай уақытта сағат 10-11-де мен ұйықтап жататынмын.
әдеткі уақытта, бірақ та бүгін сол режимді бұзуға тура келді. Сонымен Аружанға кірдік. Орындардың көпшілік бос екен. Енді фильмнің шыққанына, прокатына 2 аптадан асса өте түсінікті жағдай. Орындар мүмкін қазір толатын шығар, бәлкім толмайды. 2 аптадан астам уақыт ішінде барлық нормальный адамдар көп тастаған болар. 6-шы орын менікі. Ұйықтап қалмасақ болды. Сонымен біз жайғастық. Орындар әлі толған жоқ. Фильмнің басталуына бір 5-10 минут қалды. Енді фильмнің прокатқа шыққалы 2 аптадан асып кеткеннен кейін әрине адамдар аз болуы мүмкін. Ең артыңғы қатардамыз. Орналастық. Жайлы сияқты. Алдында Көкшетаудың Синема әлем деген кинотеатрынан қарағанда әлде қайда әрине комфорт бар, адамдар келіп жатыр. Сонымен фильм басталды. Зал жарым жартылай толды. Әлі келіп жатқан адамдар бар. 21+ дейді. Бұл жасы уақытта адамдардың көбісі нормальный адамдар ұйықтайды. Мынау кісі әлі матч көріп отыр. Солай. Фильм басталды. Мақсаты мен арманы көп жас отбасымыз. Бірақ біздің отбасымызға тағдырдың тәлкегімен сынақ түсті. Құрметті достар, мен Азаматпен Таншолпанмын. Бүкіл Қазақстанға өздерінің жан айқайымен танымал болған қозғашық Азаматпен Таншолпан халықтың көзайымдарына айналды. Бұл кім? Здравствуйте, мы от волонтерской организации Жүрекпен біргеміз. Сізге фондтың атынан сыйлық алып келдік, соны табыстайық дегенбіз. Қарындасым, сыйлығыңа үлкен рахмет. Есіктің алдына қалдыра салыңдар. Кешке өзіміз ала саламыз. Бірақ бізге міндетті түрде фотоотчет жасау керек. Danço. Bitti. Biz jettik. Biz bәріне жеттік, Danço. Biz bәріне жеттік, Danço. Осымен фильм бітті. Мен айналып қалды кішкене. Өте ауыр түңгіге қойған үшін. Мен қазір кішкене ойланып ойымызды қорытындылайтын боламыз. Ақша түсіп жатыр, Танчо. Сонымен фильмнен шықтық. Ұйқы шайдай ашылып кетті. Қазір талқылаймыз, мынау кісілер бар. Главный Испания жеңіске жетті. Макс матч көрді арасында. Өте ауыр фильм қазір. Одан кейін ұйықтау қалай болатын енді айта алмаймын. Түнгі сағат уже бір болып қалды. Ертең таңертең жұмыс. Үйге бару керек, анау бар деген сияқты. Ең бірінші Аян Өтепберген өте ең үздік мужской роль Аян Өтепберген. Прям Аяннан күтпедім, примерно түсінгем, бірақ та дәл андай ойынды мен шын айтсам Аяннан күтпедім, өте керемет. Айта алмаймын қазір. Кішкене шамалы бір ойланып, жол бойы есе алайын, содан кейін ойынды айтатын боламын. Бір-екі адам шығып кетті залдан, шыдай алмай деген сияқты. Сол
қазір үйге қайтатын боламыз. Фильм ұнады ма, Муся? ұнады, жақсы. 10-нан неше деген баға бересіз? 10-нан 10 ба? Не үшін бересіз 10-нан 10-да? Мұндай бір қорқынышты, жаны ауыратын кино емес қой. Просто қалай бар, по факты көрсеткенде бәрін. И кейбіреулерге соны қабылдау қиын сияқты. Просто кейбір сценалар бар. Ну, маған прям андай бір прям ужастик жанр емес қой негізінде. Просто қан болды, бір музыкалармен несе болды, бірақ андай прям бір елестер, нелер деген сияқты ондай бір. Жоқ, ондай мағынада емес. Қандай мағынада? Қалай айтсам болады? Өтеміз қалай айтсаңыз. Жеза, Шынайы өмірде болып жатқан оқиғалар ғой. қалай болды? Нормально. Неше деген баға бересіз 10-нан? 6. 10-нан 6? Иә. 6? 6? Неге 6? Қатты впечатление алған жоқ. Не, ожидание реальность болып қалды ма? Иә. Прикольно. Мен 10-нан 10 берем өзім. Ең бірінші Аянға берем 10-да. Топ емес қой, просто актерский состав. Состав дегенде Аянға 10 берем. Әділге 10 берем. Анау Әділдің қасындағы партнер бар ғой, қыз. Вообще ужас ойнайтын қыз екен ше. Әділгім? Ой, Азат. Азат Жұмаділ. И, в общем, анау пятерка. Кім? Төртеу бар ғой, ана четверка. Вообще ужасно. Прям ойнағанда деген ойнап берді ғой. Ең бірінші, конечно, кім? Аян өтіп берген. Оған. Оның ойнауына. Содан кейін все-таки андай музыка жағынан композиторлық жұмыс, режиссерлік жұмыс. Английский әннің өзін 100 миллион қалған. 100 миллион қаншаға? Точно айтқан жоқ. Не, айтор ше бағасын подкастқа келген кезде. Ну, нормально ақша ғой, примерно ше. Біраз ақша ғой. Біз неге батпақпен келе жатырық? Мынауды қалдырам. Сонымен біз фильмнен шығып машинаға келіп отырмыз, машинаға қызып жатырмыз. Ең бірінші менің өзімнің ойым жеке дегенде қалай айтса болады. Анау айтады ғой, адам тіліне, несіне өте абай болу керек дейді ғой. Дұғасына ше. Енді әңгімелесіп отырмын ғой, сенімен коннект болып жатыр ғой. Жарайды, өзім камераға айта беремін. Адам жалпы тіліне ие болу керек дейді ғой, дұғасына ше. Олар андай ауру болып не істеген, притворялись ауру болып. Соңында шынайы ауру болып қалды деген сияқты ше. Шынымен де. Сосын тағы да не бар. В общем, 2-3 тема ғой. Біріншісі сборлар туралы. Жаңа өтірік сборлар туралы бірінші тема. Екінші тема жаңа мефедронның темасын қозғаған. Үшінші тема бытовуха ғой, сол ақшаның жетпеуі, өйткен, анау мынау. Білмеймін енді. Сіздер бір нәрсе қосасыздар ма? Жоқ, қоспаймын. Сіздің айтқаныңызға қосыламын. Менің айтқаныма қосыламын дейді. Мен әлі ойымды нақтылаған жоқ. Мен қазір маған ойлану керек. Осы мен қазір осы аяқтай салуға да болмайды. Жалпы бұл жерде фильмді талқылау демей қойық. Влогты просто фильмге қалай барып қайттық деген мағынадағы видео салынатын болар. Сол соңына дейін көрсеңіздер, рахмет, арнаға жазыңыздар. Астарыңызға өздеріңіздің де ойларыңызға жазып кетсеңіздер болады. Мына жерде фильмді толықтай талқылай алмағаным үшін сіздерден кешірім сұраймын. Әлі ойым болатын болса, мүмкін тағы да бір видео түсіріп, мүмкін қосармын. Ертеңгері ма, осы видео салатын кезде, бәлкім сол кезде ойым нақтыланып, сол кезде видеоны қосатын болатын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар, баршаларыңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Сонымен арада 1-2 күн өтті, мен шамалы ойландым фильм туралы. Сонымен фильмді қорытындылай салу керек деп шештім. Жалпы бұл жанр психологический драма шығар. Осыған дейін Қазақстанда бұндай фильмдер жоқ, шықпады деуге болмайды. Болған шығар, бірақ та дәл осындай сапада, дәл осындай картинкамен бұл тұңғыш туынды деп сенімен айталам. Қателесіп жатсам астында комментарийде түзетсеңіздер болады. Сапа жағынан сөзсіз картинка, фильмнің жаңағы түсірілген сапасы өте керемет жұмыс. Сценарий жағынан 1-2 сұрақтарым бар. Ең әуелі онколог, республикалық деңгейдегі онколог дәрігер анау заключение жағынан кішкене шатасып кеткендей болды енді, кішкене қиюласпай қалды. Содан кейін жаңағы ең соңғы эпизодта аэропортқа баратқан кезде аэропортқа ол адамдар андай
оған негізінде шын мәнісінде адамдар оған былайынан не істеген жоқ қой, сен ақшаны қайтар деген сияқты. Ол өзі глюк болып өзі қуып жатқан сияқты болды. Бұл көрінді, бірақ сол жерін дұрыс жеткізе алмаған сияқты. Содан кейін фильмде негізінде бірнеше мәселе көтерілген сияқты. Актуалды өзім көрген үш тақырып, ол бірінші жаңағындай өтірік ізборлар туралы, алаяқтық жайлы, екіншісі мефедрон, үшіншісі жемқорлық жайлы деп ойлаймын. Өйткені жаңағы дәрігердің справканы оңды-солды сатуы, сондай сияқты жемқорлық мәселелері өте актуалды деп санаймын. Осы үш мәселені көтерген екен. Содан кейін жеңіл ақша жағы да жалпы жастардың, қазіргі адамдардың, қоғамның ештеңе істемей, қиналмай бір жеңіл ақшаға сондай үйір болуы актуалды сияқты. Аян мені таңғалдырды, өте керемет өзінің рөлін сомдап шықты. Сонымен қатар Азат Жұмаділ де, оның жаңағы партнері болған актриса қыз да өте керемет. Жалпы Аянның партнері да сонымен қатар жаңағы төрттік енді айта алмаймын, сұмдық бір-бірін түсініп, комментары өте керемет болды. Одан басқа жалпы бұл фильмді тағы да бір рет көріп шығу керек, қайталап. Мүмкін бір рет көргеннен кейін біраз кейбір толық детальдарды түсінбей қаласың да. Сондықтан фильмді тағы да бір рет енді кинотеатрлардан бөлек неге шыққан кезде, кинопоезд сияқты сондай жерге шыққан кезде тағы да бұны міндетті түрде бір рет көріп шығамын. Мүмкін сол кезде жаңағы түсінбейтін жерлерді де түсінетін болармын. Қысқаша фильм өте тамаша, барлықтарыңызға көріңіздер деймін. Талқыласып болық астына егер сұрақтар болса, либо мен түсінбеген жерлерді сіз түсінген болсаңыз астына толықтай жазсаңыз болады. Жақсы, сау болыңыздар. Арнаға жазылып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге.